Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге баклажаннан қыстық салат дайындайтын боламыз. Салатқа баклажан, помидор, перец, пияз, сарымсақ, дәміне қарай тұз, бұрыш, сахар және де өсімдік майы керек болады. Көкөністердің мөлшерлерін описаниеде қалдырамын. Бірінші барлық көкөністерімізді жақсылап жуып тазалап аламыз. Содан кейін бірінен кейін бірін кубиктап қолмен осылай тураймыз. Осы әдіспен жасасаңыздар болады. Қазіргі күз айларында көкөністердің бағалары төмендеген кезде жасап алғандарыңыз дұрыс. Осы рецепті сенімді, дәмді, атылмайтын, ашымайтын, уксус қосылмайтын дәмді рецепт деп айта аламын. Каналдан басқа да рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бізде осылай көкөністеріміздің барлығын кубиктап турап аламыз. Және де қызып тұрған қазанға май құйып, үстіне пиязымызды салып туралған жақсылап қызарғанша қуырамыз. Осылай біртіндеп бірінен кейін бірін көкөністерімізді салып бастаймыз. Мен бұл жерде бірінші жуаны, перецті, помидорды, одан кейін баклажанды салып барлығын жақсылап қуырдым. Бірінші қатты отқа, одан кейін жай отқа салып бұқтырып қоямыз. Және де дәміне қарай тұз, бұрыш, сахарды салып араластырдым. Салатқа су қоспаймыз. Өзінің сөлімен 1 сағатқа жақын уақытта баяу отта пісіп шығады. Банкілерімізді де бұға дайындап алдық. Крышкасын да салып аламыз. Осы салатымызды банкіге жайлап құямыз. Менде бұл жерден 5 литрдей салат шықты банкілерді қосып санағанда. Және де жақсылап сүлгінің көмегімен қатты қылып жауып аламыз крышкасын. Салатымыз дайын. Осындай салат шықты. Осы рецепттен жасаңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бәріңізге рахмет. Сау болыңыздар.